Сәлеметсіздер ме? Біздер бүгін Enezi KZ сайтында QR кодтармен жұмыс істейтін боламыз. Ол үшін біздерде жаңадан ашылған сервис, мысалы төмен жоғары қарай шығайын, QR Link деген сервис бар. Сол сервиспен бүгін жұмыс істейтін боламыз. Ішіне кіру үшін үстінен 2 рет басамыз. Басқаннан кейін біздерге пәндер ашылады. Химия, информатика, физика, яғни жаралыстану пәндері әзірше. Мысалы кез келген бір пәнге кірейік. Мысалы химияға кіре салайықшы. Пәнге кіру үшін үстінен басқан кезде біздерде пән ашылмайды, өйткені ары қарай бізде достық жоқ. Тек қана біздер QR кодты жүктей аламыз. QR кодты жүктеудің үстінен басайық. Басқаннан кейін біздерде химия пәнінің периодтық жүйесіндегі элементтер шығады. Енді осы элементтердің кез келген бір элементті алып, оны сканерлеп көретін боламыз. Қазір төмен қарай түсейік. Кез келген бір химиядағы элементті алып, оны сканерлеп көрейік. Төмен қарай түсейік. Мысалы кобальтты алайық. Кобальттың QR коды ашылады. Осыны біздер оқушыларымызға көрсету үшін компьютерімізге көшіріп алу керекпіз. Ол үшін оң жақ батырмасын басамыз. Басқаннан кейін сохранить как деген батырманы басамыз. Біздерде компьютерде папкалар ашылады, сол папканың біріне сақтаймыз. Енді осы көшірілген QR кодты сканерлейміз. Сканерленген бойда біз өзімізге керек информацияның барлығын аламыз. Мысалы, кобальт туралы толық ақпарат шығады.